Жуырда интернетте мына бір картинаның 1 миллион теңгеге сатылатыны туралы ақпарат тарады. Алғашында фейк шығар деп ойлағанымыз рас. Сосын әуестік жеңіп үңілсек, расымен де фотошоптан гөрі картинаның келбетіне келіңкірейді. Қоңырау шалдық, білдік, сатылады екен. Картина ресейлік суретшінің қолынан шыққанымен авторлық құқық Қазақстан азаматының иелігінде. Өзгеше еңбекті саудаға шығарған кісі мынадай жазба қалдырыпты. Қазақстан мен Ресейдің қазіргі және бұрынғы басшылары бейнеленген ерекше картинада әлем тарихындағы ең елеулі 4 оқиға 1851 жылы, 1908, 2008 және 2019 жылдардағы оқиғалар көрсетілген. Картина авторлық құқықпен қорғалған және ұлттық зияткерлік меншік институтында тіркелген. Сурет кенепке майлы бояумен багет түрінде салынған, қорғаныш лакпен өңделген. Кескіндеменің өлшемі 100-80 сантиметр. Кескіндеме туралы қысқаша ақпарат бар. Ол сатып алғаннан кейін ұсынылады. Ал картина иесі кім? Иесі де, идея авторы да талантты қазақстандық дизайнер Әрсен Сексенбаев деген жігіт. 2019 жылы Әрсеннің эскизі NASA байқауында үздік деп танылып, отандық дизайнерге ақштан келісімшартқа отыруға ұсыныс түскен. Автордың айтуынша, шахмат ойыны деп аталатын бұл картина әлем тарихындағы 4 ұлы оқиғаны бейнелейді. Мәселен, бірінде 1908 жылы пролетариаттың жетекшісі Владимир Ленин алғаш рет көпшілік алдында революционер Богдановтан жеңілген екен. Шахмат тақтасындағы фигуралардың орналасуы 1851 жылы Лондонда өткен әйгілі гроссмейстер Леонид Кизерский мен неміс шахматшысы Андерсен ойынындағы сәтті бейнелейді. Осы ойында Кизерский әлемнің ең мықты гроссмейстер атағынан айырылып қалса керек. Әйгілі 4 ойынның белгілерін бойына сіңірген картинада да 4 тұлға бар. Бұл шахмат ойыны мен саяси оқиғалардың ұқсастығынан хабар беретін секілді. Ал енді бұл картина қаншаға сатылады және оны кім сатып алады? Қарапайым оқырман үшін осыдан қызық нәрсе бар ма? Өткенде ғана Павлодар облысы әкімінің портреті аукционда 31 миллион теңгеге сатылғанын жұрт ғаламтордан көрді. Ай-яй-яй, оны 31 миллион теңге! Продано! 31 миллион! Құрметті достар, 31 миллион! Бүгінгі осы қандай картина? Біз қазір құрметті достар, осындай картина 31 миллионға өтеді деген. Это вообще, мама! Менікі қойсам қанша аласыздар десеңіз? Ал мына картинада қос елдің 4 президенті бір-ақ тұр. Сатып алушы қайсысын таңдаймын десе де тақиясына тар емес. Сондықтан біздіңше Әрсеннің еңбегі әкімнің портретінен қалай болғанда қымбат бағалануы керек ақ. Әйтпесе ертең екеуі бірдей жүріп бақауапқа татымады дейтін әңгіме шықпасына кім кепіл?